Бала шағым айтат, мама магазиннен сосиска тестеп жегші дейді. Қой, ол қымбатқа түседі дедім. Оның үстіне қандай сосискадан жасалған білмейсің дедім де тез қамыр илеп қойдым. Арасына қопсытқыш салып жібердім. Мінекей. Содан тоңазытта тұрған сосисканы шығарып қойдым. Мына қамырдың бетін 20 минутқа төңкеріп жауып қойдым. Әп-сәтте қамыр көтеріліп шыға келді. Жұмсаққа биледім, ішіне сұйық қостым. Мінекей, осылай жаңа еріген сосискаларды жұқалай етіп қамырды жайып, үстіне әдемілеп жұмыртқасын жағып, әп-сәтте сосиска тесте дайын бола қалды. Қыздарымның да қуанышты жүздері бал-бұл жайнап, сосиска пісет дегенге әп-сәтте дайын бола қалды. Мінекей, сөйттім де оны тапаға салып, 25 минутта 180 градуста пісіріп алдым. Мінекей, әп-сәтте сосиска тесте дайын бола қалды. Мен де шығара қалдым. Қыздар да мәз, қарындары тоқ, қуанып кетті. Сізді жасасаңыз болады, міне осылай. Өзіңіз қолдан жасап, мектепке салып жерсеңізде әбден болады. Ең бастысы өзіңіз жасайсыз. Қолдан жасалған дүниеге ештеңе жетпейді ғой. Мінекей, ортасын бөлсеңізде қамыры шек емес, әп-әдемі жіңішке, сондай нәзік пісіп тұр. Толық рецепт менің YouTube арнамда. Сіздермен бірге болған Ақмарал Исахова.